Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығатын пончиктің рецебімен бөлісемін. Құрамындағы заттар жылы болса, пончик өте жақсы көтеріліп піседі. Оны жасау үшін ең алдымен ыдысқа сүтті құйып, оның үстіне қажетті мөлшерде қантты және ашытқыны салып, осы заттар ерігенше араластырамыз. Осының үстіне жарты шай қасық тұзды салып, тұз ерігенше араластырып, алдын ала елеуіштен өткен ұнды қосамыз. Лопаткамен араластырып, қамыр қоюланғаннан кейін қолымызбен жұмсақтау етіп қамыр елейміз. Ұн біріккенше араластырып, алдын ала бөлме температурасында тұрған майды осыған қосып, май сіңгенше тағы да илейміз. Май барлығы араласып сіңгеннен кейін, дәл осындай жұп-жұмсақ қамыр шығады, қолға жабыспайды. Бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қалтырамыз. Жарты сағат уақыт өткеннен кейін жабыспас үшін аздап ұн себеміз. Қамырды дөңгелектеп, оларды дәл осылай етіп 8 бөлікке бөлдім. Әрбір бөлікті дайындап, дөңгелектеп, пончиктің формасына келтіреміз. Дөңгелектенген қамырларды біркелкі болу үшін шпательдің көмегімен басамыз. Ортасын дәл осылай етіп кесіп алдым. Жабыспас үшін арнайы қағазға салып, бетін жауып, тағы да 30-40 минутқа қалтырдым. Және де қағаздың бетіне жабыспас үшін аздап ұн себуді ұмытпаймыз. 30-40 минуттай уақыт өткеннен кейін дәл осылай болып көтеріліп дайын болады. Сол уақытта алдын ала қызып тұрған пеште баяу отта екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Дайын болған пончиктерді суытып, осының үстіне қант пен сахарная пудраны бір-біріне араластырып, сеуіп шығамыз. Осымен пончигіміз дайын, өте дәмді, әрі жұп-жұмсақ болып піседі. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіз.